Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен номері 29 сабақ «Адам адамзат айнасында» тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет. Қасиеттері жауапкершілік және тәртіппен, сүйіспеншілікпен және шынайылықпен жұмыс істеуді, білім алуды, ізденуді өзіміздің бойымызға сіңіру. Ал енді балалар, өткен сабақ бойынша үй тапсырмасы сендерге оқулықтың 135 бетіндегі Зейнолла Серікқалиұлының «Рухани ұлы мұрат» мәтінін оқу берілген болатын. Енді осы мәтін бойынша сендердің мен беретін қазіргі сұрақтарға жауаптарыңды аудио жазба арқылы кері байланысқа салып, маған қайтаруларыңа болады. Бірінші сұрақ. Адамдардың ғасырлар бойы ізгі арманның бүгінде игілігін көруінің себебін немен түсіндіруге болады? Екінші сұрақ. Мәтіннен асқақ, ізгі арман мен адал еңбектің нәтижелері бейнеленген тұстарын тауып оқып беріңіздер. Үшінші сұрақ. Өздеріңіз білетін ақыл ой мен еңбегін, өмірін адамзат игілігіне адал қызмет етуге жұмсалған азаматтар жайлы әңгімелеп беріңіздер. Осы үш сұраққа жауапты маған қайтаруларыңызды сұранамын. Енді біздің жаңа сабағымыздың дәйек сөзі ұлы Абайдың «Қашан бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады» деген сөзімен бастамақшымыз. Иә, әрбір адамның бойында білімге деген махаббат пен шынайы сол білімді қажет ететін түсінік болған кезде ғана оның бойына сол білім дариды екен. Барлығымыз бұл оймен келісерміз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызға мен сендерге мұғалім сый айдарында ақыл мен ырыс ертегісін айтып бергім келіп тұр. Қазақтың толықсып тұрған заманда бір адамға қыдыр дарып, бақ қонып, малы да, бағы да көтеріліп жұрт алдына түседі. Малы да, ақша да көбейіп дәуірлеп тұрғанда, ол бай да, бақытты да, ырысты да атанады. Бір күні ақылмен ырыс тұрып, былайша егеске кіреді. Ақыл, бұл байға осынша дәулет, байлық, бақ бәрі де менің арқамда болды. Мен болмасам бұл дәулеттің бірі де болмас еді дейді. Ырыс болса, жоқ, мен болмасам мал мен бақ та болмас еді. Мал мен бақ үшін ақылдың керегі де жоқ. Ырыс болса, өзгесі өзі де келеді деді. Ақыл, олай болса, байқап көрейік деп, 10 жылдан бері байдың қолында жүрген қойшыға барып қонады. Ақыл кірген соң малшы ойға қалады. Мен баяғыдан бері осы байға қызмет қылып келемін. Маған ақы да, пұл да бермейді. Мен сұрағаным да жоқ. Неге мен бұлай жүремін? Ақы алып өз алдыма іс қылайын деп ойлайды да, кешке келіп байдан ақы сұрайды. Бай, алда бешарай, Құдай мұның есіне бірдеңе салған шығар деп бірнеше жүз сом, бір ат, бір арба беріп шығарып салады. Бұл жылда егін салып, әр уақыт жақсы қарағандта мұның егіні көп шығып берекелді болады. Сол мезгілде маңайдағы бір патшаның әскеріне азық керек болып, астық іздеп жүрген кезде әлгі жігітке жолығып, дос болайық, барлық егінді маған бер деген соң, ел алған егін, жер алған тегін деген еді де, сол барлық егінін беріпті. Ақыл кеткен соң баяғы байдың дәулеті азайып, күннен күнге кейін кетеді. Ырыс ақылға келіп, берекенің бәрі сенде екен, сенсіз менің қолымнан түк те келмейді, енді бір болайық деп бұл жігітке келіп қонған екен. Ал енді балалар, осы ертегіден не түсіндіңіздер? Ақыл мен ырыс адамға не үшін керек, және ол не үшін ырыс ақылға да байланысты екенін кері байланыс арқылы жауап берсеңдер болады. Ал енді бүгінгі сабағымыздың шығармашылық тапсырмасына келетін болсақ, балалар, шығармашылық тапсырмасы сендерге мен мына сөз жұмбақты жасыру арқылы өткізгім келіп тұр. Осы көзді сөз жұмбақты сіздер дәптерлеріңізге орындап, оны маған суретке түсіріп, кері байланыспен қайтадан жіберулеріңізге болады. Егер осы сөз жұмбақты дұрыс шешсеңіздер, ерекше көзден адам сөзін оқуға болады. Маған орындап, қайтадан жіберсеңіздер болады. Ал бүгінгі сабағымыздың топпен ән айту айдары, балалар, ерлікке шақыру өлеңін сіздерге ұсынып отырмын. Сөзі мен әні Мұхтар Шахановтікі. Мына мен жіберген ссылка арқылы кіріп, осы өлеңді өздерің тыңдап айтып көрсеңдер болады. Ал енді балалар, бізде бүгінгі сабағымыздың
үй тапсырмасы оқулықтың 140 бетіндегі Шәкәрім Құдайбердіұлының 3 сауал мәтінін оқуларыңыз керек, және осы 3 сауал мәтіннің астындағы сұрақтарға жауаптарыңызды дайындап отырсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Әр адам өзінің бойына жауапкершілік, білім, тәртіп, сүйіспеншілік пен шынайылықты шынайы өз бойына қондыра білу керек. Сол кезде ғана біз өзіміздің білімімізді шыңдай алады екенбіз. Сау болыңдар.